Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын духовкадағы пирожкилерді жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші ашытқы, қант, 3-4 ас қасық сүтті қосып жақсылап араластырып 5 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді бөлек ыдыста 2 ас қасық тұз, 2 жұмыртқаның сарысын, майды ерітіп қосып, барлығын жақсылап араластырып, қалған сүтімізді құйып жасайтын боламыз. Содан кейін жаңағы біздің ашытқымыз осылай көтерілуі қажет. Кейін оны араластырып, біздің жаңағы тестамызға қосатын боламыз. Содан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Ал енді кішкенеден ұн қосып отырып, біздің қамырымызды илейтін боламыз. Қанша керектігі осы видеоның астында қалдырып қоямын. Ал енді қамырымызды жерге салып, оны 5-10 минут бойы үздіксіз илейтін боламыз, бір келкі қалыпқа түскенше. Міне осындай өте жақсы қамырымыз пайда болды. Енді оны ыдысымызға салып көтерілуге 40 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Пиязды қуырып аламыз. 2-3 минут бойы жақсылап араластырып қуырып аламыз. Содан кейін пісірілген картопты жақсылап езетін боламыз. Содан кейін жаңағы пиязымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді себетін боласыздар. Мен қара бұрыш пен тұзды септім. Өздеріңіздің дәміне қарай. Жаңағы қамырымызды алып, оны әртүрлі бөліктерге бөлетін боламыз. Мен бір келкі бөліктерге бөлдім. Менде 16 дана шыққан болатын. Бетін жауып қойып қоямыз, өзімізге керектігін біртіндеп алып отырамыз. Біз пирожкилерді осыны қолмен жайып, ешқандай оқтаудың көмегінсіз, содан кейін ішіне салмамызды салып түйетін боламыз, тура видеодағыдай. Біздің пирожкилеріміздің бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Осы арада біздің пешімізді 180 градусқа қыздырып аламыз. Ал ол уақыт өткеннен кейін бетін бір жұмыртқаның сарысы мен 1 қасық сүтті араластырып жаққан болатын. Барлығына бір келкі жағып шығамыз. Содан кейін осындай өте дәмді болып шығатын біздің пирожкилеріміз дайын болады.
өте оңай әрі дәмді болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.